Сәлем достар, бүгін сіздермен өзбек ұлтының тағамы нымляманың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Тез дайындалатын әрі жеңіл тағамдардың бірі десек болады. Бізге бұл тамақты жасау үшін әртүрлі көкөністер қажет. Көріп тұрғандарыңыздай, ең алдымен картопты турап алдым. Менде картоп үлкен болғандықтан бірнеше бөлікке бөлдім. Сіздерде кішірек болса, мүлдем бөлмей қойсаңыздар да болады. Біз мұнда барлық көкөністерімізді барлығын үлкен қып турайтын боламыз. Кішірек қып турасақ, ол піскен кезде көрінбей езіліп кетеді. Сол себептен барлығын барынша үлкен қып тураңыздар. Менде мұнда сиырдың еті, сіздер тауықтың немесе қойдың етін қоссаңыздар да болады. Барлығын турап болдық, енді қазанға орналастырамыз. Мен қазанға сұйық май құйдым. Сіздерде іш май немесе құйрық май болса, соны салсаңыздар болады, жаңағы мына сұйық майдың орнына. Ең бірінші етті орналастырамыз. Мен етті үлкен турап алған болатынмын. Етіміздің үстіне аздаған тұз сеуіп, приправамызды себеміз. Одан кейін картопымызды және де басқа да көкөністеріміздің барлығын кезек-кезекпен салып шығамыз. Арасына міндетті түрде тұз бен жаңағы приправамызды қосуды ұмытпаңыздар. Мен дәмдеуіштің әр түрінен қосып шықтым. Енді біз томат салатын боламыз. Томатты бір кесеге, осындай бір пиалайға үстіне су құйып, жақсылап араластырып, жаңағы тамағымыздың үстіне құямыз. Оның үстіне осы кесемен тек бір-ақ кесе су құятын боламыз. Одан артық құюға болмайды. Мына көкөністеріміздің қазір пісқан кезде өзінің суы көп шығады. Орам жапырағымызды осылай бетіне қойып шығамыз. Ортасына салып жерсеңіздер де болады, өздеріңізге қалай ыңғайлы. Видеода көргендеріңіздей үстін толықтай жауып, бір қатты қайнағаннан кейін орташа отта 40 минут 1 сағат көлемінде пісіреміз. Тамағымыз дайын болды, өте керемет дәмді тамақ. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.